Баршаңызға сәлем. Мен бүгін бір дана лимон, апельсин және асқабақтан өте дәмді шығатын смузидің рецептіменен бөлісетін боламын. Ол үшін асқабақты осылай ірі-ірі етіп турап, су құйып бір пісіріп аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қоңырау шанында басып қойыңыздар, менен келген әрбір видеоны өткізіп алмау үшін. Түсіменен дастарханға сән беретін, витаминге өте бай асқабақты ұнатпайтын жандар үшін дәл осылай смузи жасап берсеңіздер болады. Асқабағымыз дайын болғанша апельсин және лимонымыздың қабығын аршып, турап, блендерден өткізіп аламыз. Езіп алған лимон және апельсинді шырынын жеке шығару үшін ситадан өткізіп аламыз. Асқабақты көпшілік онша ұнатпағандықтан апельсин және лимон қостым, ол өте ерекше дәм беріп тұрады. Апельсин орнына өзіңізге ұнаған кез келген жемісті қоссаңыздар да болады. Асқабағымыз осылай пісіп дайын болды. Енді блендерден езіп, үстіне өзіңізде қалауыңызша қант және езіп алған шырынымызды салып, тағы да бір араластырып жібереміз. Смузиміз дайын, өте ерекше дәмді шықты. Ұнаса жасап көріңіздер. Күнделікті аш қарынға бір стакан ішуге кеңес беремін. Олай болса ас болсын.